Сәлем достар, сіздермен Алка. Бүгінгі бөлімде ойлаңыздар, шөлмекші адам мені бір өлімнен аман алып қалды. Не болды деп ойлайсыздар? Оны білгілеріңіз келсе, давайте видеоны соңына шейін қарап, лайктарыңызды басып, астаттардан подписаться кнопкасын басуды ұмытпайық. Давайте, пожалуйста, достар, бәріміз 10 000 подписчикке жеткізіп. Давайте, достар, мен үшке дейін санаймын, ал сіздер тіркеліп үлгеріңіздер. 1, 2, давай, досын тіркей. 3. Көп рахмет, достар. Соған қазір тез тамағымды жеп алып баруға, банкке бару керек, маған ақша керек болып тұр баруға, оқуымды жабуға. Саған енді 18-ге толдым, бірақ маған банк ақша бере ме екен? Сол қызық болып тұр баруға. Тамағымды тез жеп алайын, көре жатармыз сосын. Қазір документтерімді жинауым керек, тапсыру керек, е. Так, онда кеттім төбеге барып, қазір бөлмеме кіріп, мен киініп, реттеліп алайын. Содан кейін такси шақырып бірге банкке барамыз. Осы киіммен шыға берсем бекен, или басқа киім ауыстырсам бекен. Ойланып тұрғанымға жарайды, қазір көре жатармыз. Қарайшы өзі гардеробта не бар екен? Гардеробта дым киім таппадым ғой, жарайды. Осы киіммен шыға берейінші. Қазір бар ғой, тез такси шақырып, Яндекс қайда? Қазір Яндексті ашып, так адресі қандай ол банктың? Жарайды, қазір айлашыдан шығатын шығар, Брукхейвенда. Өзі бірақ банк өзі. Ол қазір такси келеді. Тез далаға шығайын. Саған керемет болып тұрған сияқты күн, ә? Қазір мен саған такси келсе, тез бірақ банк қызметкеріне не деп айтсам болады екен? Саған маған сенбейді ғой қазір, ә? Сен оқушысы қызсың ғой деп. О, такси де келе жатыр. Мен тез барып бітіріп тастасам болды. Ей, такси, мен мұндамын. Мен ой шақырған, анау. Мені көрген сияқты. Мінекей, осы жерге тоқтай қойыңыз. Міне автотаксилердің өзі бәрі официализм істейтін сияқты ма, қалай? Так, жарайды. Тез отыра қойын, таксиге. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Банкқа ма? Иә, банкқа ғой. Болды, отырсай, тез кеттік. Болды, отырдым ма, жүре беріңіз. Ременіңді тағып ал, қарындасым. Қатты айдайын просто мен машинаны. Жарайды, болды. Мінекей келдік, қарындасым. Сізден 25 робокс. Таксидің бағасы да қымбаттай кетті ғой, жарайды қазір. Рахмет көп. Так, жарайды, тез банкқа кірейік. Так, саламатсыз ба? Қалайсыздар? Саламатсыз ба? Мен банктан несие алу бойынша келіп тұр едім. Қош келдіңіз біздің банкқа. Біздің банкта таңдағаныңыз үшін көп рахмет. Қандай несие алғыңыз келеді? Қандай несие болғанда мен жасым 18-ге енді толып еді. Сол үшін маған қанша қомақты көлемде маған осындай несие бере аласыздар, сол туралы танысқым келіп еді сіздермен. Жарайды, 18-ге енді толсаңыз, онда сіздің документтеріңізді дұрыстап қарап, артыңызда ешқандай кредит жоқ па, жоқ емес па, сондарын біліп алайық. Оған шейін сіздің документтеріңізді қарағанға шейін сіз 10-15 минут күте тұрыңыз, иә? Біз оған шейін қарап болайық, өзім шақыратын боламын. Болды, так, мәссаған. Бір жақсы бір жаңалық болса екен бар ғой, кредит десе керемет болып кетеді. Кредит дейтін жаман нәрсе, негізі алмау керек, бірақ мен амалым жоқ, алу керек бар ол кредитті. Жарайды, күтейін енді. Амал жоқ, не істеймін басқа? Йоу, бұл Тома. Жақында жерге атып тастаймын қазір бәріңді. Сен қыз. Бәге, не отырсың? Іштегі сотрудниктер қайда? Ойбай, мама, кешіріңіз, атып тастамаңызшы. Сотрудниктер жаңа ғана болған еді осы жерде. Білмеймін қайда кеткен. Мен жай ғана клиентпін ғой, күтіп отырған. Басымда жатырмаш, короче, түс алды ма сен менің? Қаяқта сотрудниктер бар ғой. Қазір мен аяқты бәрін тонап, фестиж ашаны алып барып қайтып кетем. Сен мен заложник қалам мен сені. Давай, түс алды ма? Давай, жүр кетті. Атпаңыз, болды, барам. Жүр. Мәссаған. Қазір полицейлер кешеді сені қуақтып, апам деп полицейлер мені ат алмайды, көрдің бе? Сені қазір заложник көп тұтқын қылып алып алам. Мен негінен бар, керемет қой, мен ақылдымын, ақылды ұрымын мен. Давай, түс алды ма? Ратыр қой, төменге қарай түс, давай. Қазір мен сенің аяқ қолыңды байлап тастайын. Қой, керемес, өтініш, маған тиіспеңізші. Мен жай ғана клиентпін отырған, ештеңе айтпаймын сізге. Мына бала сенің балаң ба, кімнің баласы ау? Дұрыс, молодец, жат сол жерге. Осы жерге зат қазір бар ғой, мен жан жақты бір көрет білеймін бар ғой, қаяқты екен маңның ішіндегі бар ғой, банк ашылдар, қайырта жатырып бұл жақта. Миым асып кетті ғой. Менің балам емес, просто менің қасымда тұр. Балаға тиіспеш енді. Аузың жап болды, үндеме. Сен балаң емес болса тіпті жақсы. Қазір мен жақтың бәрін қарап келейін. Ешқайда қашып кетісі болма. Жарайды, мәссаған, енді не істесем болады. Құдай сақтасын. Ойымдама балақи бәрі жақсы болады.
Ештеңе болмайды мен. Так, мына қызды ұйықтап тастадым. Қазір бұл қызды төбеге алып кету керек. Қазір мына жақта қызметкерлер келетін болса, осы қызбен қорқытып, олар маған ештеңе істей алмайды ғой. Сондықтан қазір алып кетейін. Ей, Қызды жіберсем елек. сен кімсің ай? Ой, мен танымай алдым ба? Жынды екенсің ғой, ой. Мынау кім тап қызыл киім киіп алған? Мен тірі Человек-паук, яғни қазақшасы өрмекші адамбын. Мені танымай қалдың ба, жынды екенсің ғой? Ей, мені бәрі таныды, сен не танымай қалдың? Ақымақ ұры, тез жанының бәрінде қызды жібер. Әйтпесе досымның жағдайын тыйым болады. Қызды жібер дейсің ба? Жарайды. Ал не істейсің ал маған? Өрмекші адамсың ба, сүрмекші адамсың ба, бәрібір менде мылтық бар, қазір бұйыңды сос жібере қоям маған бәрібір. Ай, досың жағдайын қиын болып тұр. Қазір мен кішкене разминка жасай жібере қояй. Сәл қыздырынып дегендей, содан кейін бір слазайыңды берем қазір. Қазір мен саған даже өрмекшімді де атпаймын. Яғни паутина орысша айтқанда. Жай просто қолмен, аяқпен талбырт тастай қоям. Сол үшін тез мылтығыңды жерге қойып, беріле қой. Жарайды сәлем, өрмекші адам деуім керек па? Молодец сен дейтін сайқы мазақ егесің ғой, конкретно не істей аласың сен саған былай қара, мен құсап сальто ойнай аласың ба? Көрдің ба, мен сальто ойнай алам. Ойбай, сол да сөз болып па? Сальто ойнаудың менен қалған ғой, жынсың ба? Міне тағы да бір сальто ойналайын, тағы да үш рет сальто ойналып беремін саған. Да, ну онда мен құсап жатты, жасай алмайсың сен бүйтіп. Ара көрдің ба, пресс качать етіп отырмын мен, қара мен прессім бар. Мені қара мен 10-шы рет сальто ойналып жатырмын уже, прессіңіз жынсың ба, ой. Бұл да сөз болып па? Конечно жасай алам. Да, ну она. Если мен жыныма тиіп атсың, давай онда кел бір төбелес жіберейік. Менің ударымды көтере алмай қаласың қазір, мен қапты бокс тасып қоям, білесің бе? Сен сонда маған вызов тастап тұрсың ба? Да, топас. Еркеулен тоқтар, мен сізге весіліп бастаймын. Соңғы рет айтам досым, оружиеңді жерге тастада бер. Не істейсің ау, кел. Ай! Табу, айттым ғой әні. Айтқан тыңдамай осындай бір бәлелер бар ғой. Міне айтқанмын саң ештеңе болмайтын еді саған. Әні ұйықтап қалдың енді. Мына ұрымен ойнайын деп ана қызды ұмытып кетіппін ғой. Так, тез жедел жәрдем керек сияқты ана қызға барып тез барып көмектесейін. Қарындас. Есіміңізді білесіз ба? Так, соған әрең сөйлеп тұр ғой. Так, жарайды бұл қызды бар ғой қазір үйіне апарып, жедел өзім көрсетем ау деймін, басқа амал жоқ сияқты. Демі қыз екен, тез апарып тастайын. Оңбаған өрмекші атам, кегімді алам сенен. Мәссаған, бұл қыздың үйі дейтін қай жақта еді? Так, осы жерлер болуы мүмкін, по идее менің ойымша. Өйткені жаңа туист мені алдамайды деп ойлаймын. Так, туистте осы үйді көрсетіп тұр ғой бұл қыздың үйін. Жарайды, так, үйі ашық екен, так, үйі кіргізіп, бұның кроваты қайда екен, кроватына жатқызып, кішкене демалдырып, есін жиғанша күтейін енді бұл қызды. Мүмкін номерін беріп қалатын шығар. Ай, басым-ай, не болып кетті өзі. Жаман басым алып тұр бар ой. Сәлем, қалайсың, жақсы болдың ба? Еш уайымдамасаң болады, ана ұрын ұсталды уже. Темір тордың ажаны кетті, сондықтан уайымдама. Мама, баға тиіспеші ештеңе істеген жоқпын ғой мен. Тиіспеші өтініш. Ателеспеңіз, ештеңе, мен просто құтқардым сізді. Ой, сіз мені құтқардыңыз ба? Да, әрине. Сіздей сұлу қызды құтқармасақ біз не істеп жүрік бұл әлемде? Сіз менен қорқып қалып жүрмеңіз, мен осындай маскамен киіммен осындай костюммен жүретін адаммын да просто. Кешіріңіз, просто маскамен жүргеннен кейін қорқасың ғой. Иә, уайымдамаңыз. Ендігіде сізді әрдайым қорғап жүретін боламын. Саған сізге көп рахмет бар ғой. Мені бір ойымнен аман алып қалдыңыз ғой. Жоқ, рахмет айтпай қойыңыз. Түкті етпейді, нормально. Вау, күшті, сіз мен бүгіннен бастап геройым боласыз, костюміңіз де әдемі екен. Жарайды, көп мақтай бермеңіз, қазір тағы құтырып кетіп жүретін. Одан бар ғой, сіз маған бір рахмет ретінде бір номер беріп дегендей бір қалай болады екен. Так, қазір номерді қоя тұрыңыз, енді бірінші менің бір үйден тамақ ауыз тиіп дегендей, қазір мен сізге керемет қылып тамақ жасап берейін, жүріңіз. Асық семей шығарсыз, Жоқ, асық емеспін, нормально. Болды, онда қазір тез мен дейтін бар ғой. Күшті тамақ жасап жүру керек. Мынандай қонақ мен бірінші рет келіп тұрып, тез қолымды жуып, қазір керемет тамақ жасап берем бұл өрмекші адамға. Мінекей тамағыңыз дайын, қазір алдыңызға қояйын. Қойып жеп алсаңыз, сосын ары әңгіме айта береміз. Жарайды. Так, сен де отырсаңшы кел. Молодец. Мен саған енді есіміңді сұрамаппын ғой, сенің есімің кім болады негізі? Мен енді өзім таныстырдым, сен бірақ атыңды айтпадың дегендей. Ой, бұл атымды айтпаппын ғой мен сізге. Так, кешіріңіз, менің атым Арука болады. Жасым 18-де дегендей. Арука менің сол сіздікіндей өрмекші адам деген сияқты никнейм ғой. Ал шын атым Аружан.
Ал сіздің шын атыңыз қандай болады екен, бірақ оны біле алмаймыз, иә? Иә, негіз мен анонимді жүрем ғой, ешкім білмеу керек дегендей түрімді, шын атымды, менің егер атымды или түрімді біліп қоятын болса, менің жақындарыма өте қауіпті болады. Сондықтан сені де түсінеді деген ойдамын, және болашақта білмеймін десем, білуім де мүмкін, білмеуім де мүмкін менің атымды. Көп рахмет, өте дәмді болды. Сондықтан мен қазір енді тапсырмалар күтіп тұр, неше түрлі миссиялар, соларға кетуім керек. Рука, қалай отырып алдың, чата? Жарайды. Уже кету керек па? Жарайды, сізді шығарып салайын онда. Көп рахмет мені құтқарғаныңызға тағы да. Иә, әрине. Парба кездесеміз деген ойдан. Иә, әрине. Үй осы, кеттіріңіз. Жарайды, енді ары қарай таныстықты жалғастырамыз ғой. Әрине жалғасады. Мені қуанысында шек жоқ, көп рахмет саған, Рука. Ал ендеше келесі кездескенше. Пока, көрмекші адам. Мәссаған. Ал менің өмірімдегі бір қызық жағдай болмау. Түрлі болып тұрып ше. Жақсы көріп қойған жоқсың ба, Рука? Что-то не болып кетті менде. Бір түрлі қой құрсын, демалайын бүгін бар ғой, не болып кетті. Жарайды, сосын көре жатарымыз, ары қарай не болатын. Главное, жақсы адам кезіктірдім, керемет болды. Мәссаған, қуанып тұрған бәріш. Сосын көре жатармыз.